Есболат айда болсын. Сүлік қара. Әңгіме. Мені көре сала бұрылып кетті. Көңілсіз секілді. Артынан қуып жеттім. Ту сыртынан тақалғанымды сезіп тұр екен, бұрыласап құшақтай алды. Аздап ішкен секілді өксіп жіберді. Менің де көмейіме бір түйіншек келіп тығылды. Жылап жатыр, айтып жатыр. Тау етегіндегі ауылдың тіршілігі қысты күні бұйығылана түсетін. Көк шығып, жер аяғы кеңігенше, қолға қарайтын төрт түлігінің қамын күйттеген шаруа қор жұрт қоражайын айналшықтап алысқа ұзамайды. Аудан орталығына қатынайтын жалғыз автобус жартылай толып ерте кетіп кеш келеді. Бөктер тұрғындарын былайғы өмірмен байланыстырып тұрған қара жолдың тұрақты жүргіншісі әзірге сол ғана. Ала жаздай күркіре бағатын қос қапталдағы екі өзеннің де екпіні қайтып шуы басылады. Кей кездері тапа-тал түстің өзінде төңіректе тіршілік тоқтағандай күллі ауыл тым-тырыс бола қалатын. Ондай кездері арғы көшеде ұлыған иттің даусы мен сиырдың мөңірегеніне дейін естілетіні бар. Біздің үй ауылдың шығыс жағында, маялап жиған шөптің үстіне шықсаң, көшенің сырты алақандағыдай көрінеді. Қар жауған түннің ертеңіндегі көрініс тіпті керемет. Жазды күні палуанның желкесіндей тарам-тарам боп жататын дала таздың басындай теп-тегіс. Қылтиған қылпық байқалсайшы. Күртік қар барлық сай-саланың қой-қонышын толтырады. Жексенбі сәскенің кезінде меніздер болсаңыз, сол шөптің үстінен табасыз. Екі ағамның өтініші бойынша күннің суықтығына қарамастан суырықсап шоқиып қарауыл қараймын. Көшенің сыртында киіз үй пішендес үлкен қара төбе болатын. Жерге қар түскеннен көк шыққанға дейін үстіне шығып сырғанақ тебетінбіз. Жексенбі сайын сағат 9-дардан бастап сол төбенің үстіне атқа мінген адамдар жинала бастайды. Екі көзім сонда. Ал төменде қойға шөп салып, сиырдың астын тазалап, борша-борша боп жүрген екі ағамның есілдерді менде. Ара-тұра атамның көзін ала бере айғайлап сұрайды. Қанша адам жиналды? 10 шақты. Кімдер екен? Өй, мен қайдан білейін деп бұртиямын. Әйтеуір жирен қасқа атты біреу шалқайып отыр, надан мәлік секілді. Шәріпбай шықты ма? Жоқ. Шәріпбай шыққанда сразу айт. Я, деп аздап бәлсініп алып, төбенің үстіндегі адамдарды қайта-қайта санаймын. Мен санаған сайын олар көбейе береді. Сағат 11-ге қарай 30-40-қа жетеді. Сол кезде көшенің бас жағынан бір шоғыр көрінер еді. Есік пен төрдей қарагер атқа мінген біреу ата қораздай топты бастап келеді. Сол Шәріпбай. Міне, осы сәт Шәріпбай, Шәріпбай, Чапаев деп айғай салам. Шәріпбайға Чапаев деген лақап атты өзім қойып алғам. Алғашқы көргеннен-ақ астындағы аты мен қайырыла біткен мұртына қарап соған ұқсаттым. Мұнымды алғаш естігенде атам кеңкілдеп тұрып күлген, ал әжем шығармайтының жоқ екен, үлкен кісіні келеке қылуға болмайды деп ескертті. Бірақ қас-қабағынан оншалықты ызғар байқалмаған соң тыйылу қайдан, керісінше қой деген сайын екілене түсем. Қасқайып тұра қалып, Шәріпбай мен Чапаевтың мұрты мынандай деп мұрнымды жеңіммен бір сүртіп, қылышы мынандай деп шалбарыма жаға салам. Күлгенге күле бағып кетеді, деп әжем кейістік танытады ондайда. Шәріпбайдың тобы төбесіне шықпайды, қиыстай өтеді. Сол кезде бүкіл жиылған жұрт қопарыла жылжып оның соңынан ереді. Кейбірі желе жортып қуып жетіп амандасады. Қарагердің үстіндегі қариядай елгезек ешкімнің сәлемін жерде қалдырған емес. Бірақ ат басын ірікпейді. Сарбаздарды бастаған сардардай Майтөбе қайдасың деп тартып барады. Шәріпбайдың нөкерлерінің қарасы ұзаған сайын қалыңдай түседі. Ауылдың жан-жағынан жарыса шапқан жарғақ тымақтылар жапа-тармағай қосылады. Олардың арасында менің екі ағам бар әлбетте. Екеуі менен хабар естісімен алмағашта қаңтарылып тұрған жабағыларына жүгіретін. Әншейінде шала шарпы жұмыс істеуге жол бермейтін атам да бұл кезде көктемгі тоңдай жіби сала береді. Екеуінің тайын жабулап, құйрығын шарт түйіп, тіпті аяғына демеп мінгізіп бәйек. Бірақ әлгі екеуі мұнымен кете қоймайды. Ақыры батылдауы атама сөзі өтіңкірейтін екінші ағам тай жарысқа шабдар тайды қоссақ деп едік деп мұрын астынан міңгірлейді. Атам да қызық, алдымен жан қалтасын төс қалтасын бір қағады,
Ана екеуі шоқша сақалды қара шалдың қалтасынан алтын толы әмиян шығатындай үмітпен қарайды. Атамның қалтасында алтын болмаса да өзгенің бәрі бар. Кендір жіп, ілмек біз, шақша, тәспі, бәкі, күміс баулы сағат. Әлгі екеуін телміртіп қойып атам асықпай осының бәрін қобыратып шығарады. Бір жағынан алып бір жағына салады. Бір кезде іздегенін табадау жарықтық. Бет орамал терленген кезде маңдайын бір бырқырап жүрсек мұрнымызды сүртеді мұнымен. Жазды күні талай рет төрт бұрышын түйіп тақия жасап кейдік кезекпен, тіпті бірер рет ештеме табылмай қалған қойдың желінін тазалап, ауызданбаған қозының басындағы желбіршектерін де осы бет орамалмен сүртіп тастағанын көргенмін атамның. Осы әмбебап бет орамалын бір қағып жіберіп, шетіндегі түйінін тарқатуға кіріскенде, қыстың таза ауасында өзгеше бір қышқылт емес мүңкете қалатын. Анықтап қараған адам күртік қардың үстіне домалап түскен жоңышқаның бүрін, бидайдың дәнін, насыбай түйірін байқар еді. Атамның орамалының шетінде советтік сөлкебайдың бірнешеуі жатады әдетте. Сонда сыбағасын алған соң әлгі екеуі көп тұрақтамайды, көшенің сыртына құлдыраңдап шаба жөнеледі. Әй ақырын, тізгінді тең ұста, сыңар езу қыласың, бауырынан қамшылама, бастан ұрушы болма, деп атам соңғы ескертуін айтып қала беретін. Шөптің үстінде отырған мен болсам, домалақтап дайындап қойған қармен екеуін бір-екі рет ұрып үлгеремін, кейде ба деп атып ұрып тайларын үркітемін. Әлгілердің бір-бір дөңайбатын естіп алған соң, маяның үстінен қапталдағы қораға қарай ырғаймын. Әбден мақшықтанып алғам, мультфильмдегі Маугли секілді белағаштың үстінен дөп секірем. Артынша мысық табандап бұрышқа жылжимын да тағы жерге қарай секірем. Жер болғанда да үйіліп жатқан малдың қиы бар, қонақтайтын аэродромым сол. Атам бұрындары бұғылығыма шырпыр болатын, кейіннен көндікті. Дегенмен менен басқаға қатаң тыйым салған. Себебі біздің ауылда ашық қоралардың төбесін шифрымен жабатындар сирек, жағдайы барлар қара қағазбен қол жетпегені іркес-іркес шыбықтарды тастап, үстін шөппен бастырып тастайды. Біздің қораның төбесін атам өзінің зейнетақысына ұзынағаштан қара қағаз алдыртып бүтіндеп шыққан. Сондықтан жыртасыңдар деп тірпендені жолатпайды. Әжем айтпақшы, қораның төбесіне шыққан адамды өзінің төбесіне шыққанмен бірдей көреді. Әзірге қаһарғатты қара шалдың әмірі маған ғана жүрмей тұр. Қораның төбесінен қанша мәрте қуып түскенмен, көтеніңе айыр тығам деп доқ көрсеткенмен айылымды жимадым. Өйткені мен үйдегі атамнан кейінгі екінші атаман әжемнің баласымын. Майтөбе ауылдан 5-6 шақырым жерде орналасқан қызанарындай қатар жатқан екі төбе. Атамның айтуынша, байырғы бабалардан қалған зират бұл. Сондықтан оның үстіне шықпаңдар, айналасына дәрет сындырмаңдар деп айтып отыратын. Айтпақшы, бұл маңда бәйге өткізуге о баста ауылдың біраз қариясы қарсылық білдірген екен, әруақтарды мазаламайық деп. Бірақ әруақ құдайды ұмытқан сол заманның белсенділері көйбеген, көнбеген, соқа салып айналдыра атшабар шеңбер жасаған. Жексенбі сайын тай жарыс, ал 1-9 май күндері үлкен аламан болады мұнда. Ауыл адамдары май мерекесінің құрметіне бұл екі төбені Майтөбе деп атап кеткен. Майтөбедегі қай деңгейдегі бәйге болмасын шәріпбайсыз өтпейді. Ұйымдастырушысы да, бас даяшы да сол. Қайқы мұртты сары шал қысы жазы басынан дүген қалпағын тастамайды. Саршынақ аязда өзгелер түлкі тымағын басып киіп бүрсеңдеп жүргенде, Шәріпбай қызара бөртіп қарагердің үстінде ырғалып отыра беретін. Шәріпбайдың тайлары жүріп келеді шетінен. Қыс бойы бәйгенің алдын бермейді. Жалғыз ұлы бар, аты Бақыт. Мұрыны қолағаштай сол жігітті елдің бәрі Шәріпбай Бақыт деп атайды. Бақыттың кіндігінен де жалғыз бала өрбіген, Медет. Біз Митко дейміз. Митконың сабақ үлгерімін қайдам, бірақ тақымы тастай шіркіннің. Шілмейіп алып бәйгеге шапқанда шаршадым деген емес. Тай бәйге, құнан жарыс, аламан ат ауыстырып мініп, дамылсыз тепеңдей беретін. Аударыспақ ойнай қалғанда да өзінен әлдеқайда үлкен жігіттерге алдырмайды. Шәріпбайдан өзге біздің ауылда ірі деңгейдегі екі атбегі бар. Екеуі де әкемнің түп нағашылары Қойшы Бекжан мен Жылқышы Мұратбек. Шәріпбайдың тайларымен осы екеуі ғана тайталаса алады. Ал менің екі ағам секілділер 3-4 болғанына мәз.
Кей кезде Шәріпбай тайын тынықтырамын деп бәйгеге қоспайтыны бар, со кезде оларға Құдай береді. Ондай күндері мен де бір желік мініп жетісіп қалам. Тай жарыстан ұтқан ақшасына киноға билет алып береді, бірақ ондай сәттер сирек. Сондықтан екі ағам тай жарысына кетер кезде Шәріпбай көкдауылын қоспайды екен деп сыбырлап кетеді. Бұл үйдегі қалған шаруаны тындырып қой, киноға ақша береміз деген емеуріні. Өзімше елікпей тұрғанмен кино дегенде қолқ ете түсем. Үндінің кинолары дәуірлеп тұрған кез, ауылдағы екі баланың бірі Митхунның өлеңдерін айтып, қыздар жағы Агаяға билейтін уақыт. Сондықтан екі ағам көшенің сыртына шапқылап кете салысымен шанамды сүйретіп құдықтан су тасимын. Үйдегі ыдыс-аяқ, моншадағы бөшкелер, қорадағы мал су ішетін науалардың барлығын толтыру міндетті. Басында қаршадай баланың қабырғасы қайсады деп әжем бой бермеп еді, бірақ қара кемпірдің қыздары құрлы жоқ па деген намысқа тиер сөзі өтіп кетті әлгі екеудің. Аздап қиналып жүрдім, кейіннен төселіп алдым. Су тасығанын рахат, фляктың үстіне отырып алып, шанаңды ылдиға қарай бірдемеп жіберсең, зырылдаған күй үйге бірақ жетесің. Қиыс кетіп бара жатсаң, тізгіні де даяр, жүгендеулі аттай жүйткисің. Әрі қыстың күні қызықтың көкесі құдықтың басында болады. Бозбаламен бой жеткен, еріккен мен зеріккеннің кездесер, қалжыңдасып қауқылдасып қалар мекен осы құдықтың басы. Сондықтан жоғарғы сыныпта оқитын қыз жігіттер су тасуға біз құсап, алқын-жұлқын жетіп бармай, кәдімгідей сыланып шығатын. Әркімнің сиыры жоғалды, кімнің әйелі босанды, кіммен кім төбелесті деген секілді ауылдың соңғы жаңалығын осы жерден естисің. Кей кездері шеңберден шығып, ел және шетел оқиғалары да айтылып жатады. Өз басым Ясир Арафат, Джордж Буш, Горбачев деген адамдардың өмірде барын су тасып жүріп білдім. Құдық басындағы конференцияның белсенді делегаты Қамбарбай ағаның аузынан естідім. Әне, қоян тумағының бір құлағы көтеріліп, бір құлағы салаңдап, жейдесінің етегі курткасының сыртына шығып, аңқылдақтығына қарап, ел еркелетіп қамбаш деп атайтын атамыз тағы да сонда бет алды. Қолында газет, есік алдында тұрған Молдабек шалға қарап, әлденені айғайлап айтып барады. Әлдекімді әке-шешеден сыбап алды. Анау отырған екеуінің бірі Метен, біреуі Әбдәшімнің Асқары. Екеуі кеше қара кемпірдің көмірін кіргізісіп еді, содан алған еңбекақыларын тауысса да, түндегі қызықтарын айтып тауыса алмай жатыр. Қанша шөлмек ішкені, қай кезге дейін есін білетіні, кім-кімді үйіне сүйреп апарғаны, сарындас әңгімелерді сапырып жатқан болар. Су басында салы суға кетіп тұрған үшеудің үмітін екпіндей жеткен Қамбаш шақты. Ол барып амандаса сала, бірдемесін ұстатты ғой деймін, Метен аш бөрідей бүрісіп ап, коммерсант Сағиланың үйіне қарай жортып кетті. Қазір бас аурудың дәрісін алып келеді. Оған дейін су шанасын сүйреткендермен жағаласып, тұс-тұстан бақыттың бас ауыртқыш достары да сүйретіле жетеді. Бір жартылық қышқыл суды сыйластық болсын, денсаулық болсын деген шағын тілектер айтып, қылдай бөліседі. Бастысы, бастары жазылып, бойларына қан жүгірсе болды. Арғы жағы өзінен өзі жалғасып кете барады. Еразығы мен бөразығы жолда, әйтеуір бірдеңе кезігеді. Бірер сағаттан соң құнан қойдың сорпасын ішкендей қызарып бөртіп, бусанып шыға келеді. Түс ауа бір-бірімен қылжақтасып, құшақтасып, гүжілдесіп дүниені төңкеріп жіберетін, гүрілдеп ерегісіп жатқанын көресің. Анда-санда құдық басында төбелесте болады. Ондай кезде тегін кино тамашалағандай жетісіп қаламыз. Әдеттегі жексенбі болатын. Екі ағам тай жарысында. Әкем мен қарындасымды ертіп, шешем аудан орталығында әпкеміздің үйіне қыдырып кеткен. Құдық басында адам аз кезде зырылдап жүріп су тасып қойдым. Атам да малды жайғастырып біткен секілді, қора жақтан аяңдай басып келеді. Ол кісі жолда шашылып жатқан шөптерді жиыстырып, әлгі екеуі лақтыра салған айыр тырмаларды орын-орнына қоям дегенше, екі етігімді енді керек еместей екі жаққа аяғымды сермей лақтырып, мен үйге кіріп үлгердім. Атаң қайда? Деді әжем. Келе жатыр. Ол келгенше кеш батар, шай суып қалатын болды. Шақыр жүгір. Әжемнің әрбір айтқаны мен үшін заң. Есіктен басымды қылтитып, атамды асықтырам, келген соң үшеулеп кешегіден қалған жылытпаны жәукемдеп, күрең шайға бас қойғанбыз. Көшеден ысқырық естілді. Көгит, көгит деп екі рет қайталанды, 78-лердің ысқырығы. Үлкен ағамды іздеп келген класстастарының бірі. Тұруға ыңғайланып едім, елеңдемей тыныш отыр дегенде атам ала көзбен бір атты.
Бірақ көшедегі жүгермек қояр емес, қақпаны ашып ысқырды енді. Шықпасқа болмады. Алмабек екен, көмірдей Қаратайға мініп алыпты, шекесіндегі бармақтай төбелі бар. Анау қайда? Деді мені көре салып. Әкесін елдің бәрі қырсық қуаныш деуші еді, ұқсамасаң тумағыр. Амандасу былай тұрсын, ағамның атын да тауға ерініп тұр. Өзі бір дүниені тіреп тұрғандай жырбиып, жантайып алыпты. Қисық аяғымен үзеңгіні үзіп жіберердей керіп тұр. Шекем тырса қалғанмен бірден тістесуді құп көрмедім. Тай жарысына кетті. Ана қотыртайын қосам дей ме? Енді шыдауға болмас. Өзіңнің қотыртайың тұрмақ, ешегің де жоқ қой деп салдым. Демалыс сайын кім көрінгенге мінгесіп жүресің деп тағы да қыршып алайын дедім де тежелдім. Анауда салғыласуды құп көрмеген сыңайлы. Мені ызаландырғанына разы болғандай қуланып бір күліп алды да: «Міне менің тайым, Пепелдің тұқымы. Біздің өңірде аты шыққан жүйрік айғыр», деді де тебініп кетуге ыңғайланып барып кідірді. «Айтпақшы, сен тайға шаба аласың ба?» «Шабам», дедім намысқа тырысып. Анығындағыларыммен ілесіп тай жарысына бірді екілі барғаным болмаса, бәйгеге түсіп көргем жоқ өмірі. «Мынаған шабасың ба?» деді астындағы Қаратайды нұсқап. Шегінерге жол жоқ. «Шабам» деген сөзді кібіртіктеп әзер айттым. «Онда келесі сапта дайындал, өзім келіп алып кетем», деді де көшені бойлап тасырлатып шоқырақтай жөнелді. Менің де жүрегім тасырлап, атқақтап барады. Бір жағынан қуанып тұрмын, бір жағынан қобалжу, қорқыныш бар секілді. Қанша тұрғаным белгісіз, әжем шығып көмірге жұмсағанда ғана есімді жидым. Әншейінде зырылдап өтетін бір апта уақыт шабанаттай ырғалып жүріп алды. Күнде кешкілік қиялдап жатамын. Түрлі түстер көрдім. Біресе Қаратаймен бәйгенің алдында келемін, біресе құлап бара жатып шошып оянамын. Бір-екі рет бас тартуға оқталдым. Қорқақ деген келекеге қалармын деп жігіттігім жібермеді. Ақыры әрі-сәрі күйде межелі мезгілге де жеттік. Уәдесінде тұрып, Алмабек өзі келіп мінгестіріп кетті. 20 шақты тай шықты жарысқа. Осы сәтке психологиялық тұрғыда бір апта дайындалсам да, жүрегім дүрсілдеп, аздап қорқақтап тұрмын. Менің тайға шабарымды сол күні естіген екі ағамда еш жоқ. Үйде жүргенде күн көрсетпейтін бұлардың мені сонша жақсы көретінін сол кезде білдім. Құлап қалама деп уайымдап шырпыры шығып жүр. Төменгі арыққа жеткенде тізгінді тартпа, атты састырасың, өзің жол тауып секіреді. Өзі жол тауып секіреді. Ана Бештейін ауылдағы атақты шабандөз. Секілділерден аулақ жүр, аяғынан көтеріп кетпесін, деп екеуі екі жақтан ескертіп, ақылдарын айтып жатыр. Бір жақсысы, Қаратайдың үсті жайлы екен. Ауыздық сүйеп шабатын, сыңар езу қиқарлығы жоқ, басы бос, ол да болса дәтке қуат. Желе жортып өзім секілді бір-бір жабағыға жайдақ мінген балалардың тобына барып қосылдым. Даяш айдай жөнелді. Тақымды қысып тізгінді тарта ұстап, елдің соңын ала келе жатырмын. Алмабектің айтқан ақылы солай. Қаратайдың құйрығын түйіп жатып, ат айдаушы қанша қуаласа да артын алып жүр. Дегенде соңына түссең, алдыңғы топқа жете алмай тығылып қаласың. Не дегенмен, бірінші рет бәйге қосылып тұр ғой, жүрегі жайлықпасын, деп еді сыралғы бапкерлерше. Соны есімнен шығармай, елдің артын ала бүлкектеп келемін. Бір кезде «Ал жігіттер жол болсын» деген дауыс шықты. Іле-шала барлық бала лап қойды. Мен де жандармен аттың басын бұрдым. Тебініп үлгердім бе, үлгермедім бе білмеймін. Қаратай қалың дүрмекке ілесе жөнелді. Ұшқыр ақ екен, сөренің жанына 4-ші болып өттім. Байқаймын, бір-екі рет басын сүзіп, тізгінді қоя бер дегенсіді, жуас болғанмен мінезі бар секілді. Тебініп қамшы салсам, алдыға шығатын түрі бар, дегенмен күн тұманды, атшабардың қар басқан жолы әзер көрінеді. Адасып басқа жаққа лағып кетуім, немесе күртік қарға ұрынып арандап қалуым мүмкін. Жүрек дауаламады. Сондықтан алдыға шығып алып, әңгімені соғып бара жатқан үшеудің соңынан салпақтадым да отырдым. Үшеудің бірі Митко, мұрнынан аққан ақбозаты мен көкдауылын кезек-кезек тізгіндеп келеді. Екіншісі Бештейін. Менен бір жас үлкен, 4 қара бала. Азан шақырып қойған есімі Ғалым. Денесінің шағындығына қарап ел Бештейін, дұрысы Бестейін болу керек, атап кеткен. Бекжанның жекеменшік шабандозы. Әзірге тотализатор тайбурылға қатысқан жалғыз қаһарман осы. Үшіншісі Баянғазы. Менен 5 жас үлкен жігіт. Күрең тайына аяғын салаңдатып өзі мініпті. Тыным таппай күреңнің бауырын тепкілеуіне қарағанда,
ана екеудің екпініне әзерлесіп келеді. Мынау қайдан шыққан бәле дегендей ара-тұра маған қарағыштап қояды. Шамасы бірінші екінші орыннан күдер де үшіншіден үмітті. Бұл орынға артқы топта қалғандарының таласа қоюы екіталай, тек менен ғана қауіптенеді. Бірінші айналым бітті, көңілім жайланып, Қаратайдың шабысына үйренісіп қалдым. Сиырлы ауылдың тұсына кеткенде Митко аттың басын жібереді. Сол кезде көз жазып қалма. Бештейін мінген Бекжанның қасқасы ылдишыл, төмен қарай жеткізбес. Бірақ өрге айналғанда басып кетерсің. Қаратайдың арты биік, мұндай жылқылар өршіл келеді, деген бағана Алмабек. Әкесі трактордан басқа мінбеген мұның атбегілерше сөйлегеніне таң қалдым. Қайдан біледі бәлекеттің деп. Айтқандай-ақ Митко мен кеттім дегендей суырылып шыға берді. Соңына Бештейін түсті. Баянғазыныңкі барлығып қалды. Қасына жеткенде байқадым. Күреңнің үстіндегі аққұба жігіттің түрі де күреңітіп кетіпті. Борша-боршасы шыққан тайын қамшымен сабап, сөзбен де сыбап келеді. Су етіп өте шыққанымда шешеден бір жіберді. Мені боқтады ма, тайын боқтады ма, білмедім. Мені боқтаса тоқтай қалып, тіресерге уақыт та қауқар да жоқ. Есілдердім қалың тұманнан қылаңдап қана көрініп бара жатқан екеуде. Өрге айналғанда қашықтық қысқара берді. Бештейін мінген қасқа бірте-бірте қала берді, қуып жетіп басып оздым. Бірақ қазірдің өзінде кейбір құнандармен бой теңестіріп қалған тұрқы биік көк дауыл алдырар емес. Қаратайдың екі аттаған жерді анау бірі қарғып алатын секілді. Әттең деймін. Бойдың қысқалығынан талай жерде есе жіберіп едім, мынау жерде де тайымның кенже туғанынан алып келемін. Дегенмен екінші болуда жаман емес, әрі Бекжан секілді әйгілі атбегінің жүйрігінен озып барам. Оның өзі зор мәртебе. Бештейінді жолда қалдырған өзге емес, өзінің жиені екенін көргенде кеудесінен нан піскен маңғазына қашым қайтер екен деп қоям іштей. Сөреге де жақындап қалдық. Қиқулаған дауыстар естілді, өзімше айғайлап, әруақ шақырғандай болдым. Кеудемді қуаныш кернеп, жанарыма жас тығылып, көзім бұлдырап барады. Жиылған топтан беріректе тұрған қарагер аттыны шырамыттым, Шәріпбай секілді. Аты бір орында шырқы үйіріліп, өзі онан бетер тыпыршып тұр екен. Өмірі жеке келетін көк дауылдан жабысы байырылмаған мына Қаратөбел қайдан шықты деп тұрған шығар, не де болса. Көк дауылмен Қаратай құйрық тістескен күйі сөреден өтті. Алмабекте еш жоқ. Сүрініп, қабынып, желе жортып бара жатқан менімен қатарласып жүгіріп жүр. Көтеріп алған жабуына шалынып бір құлап тұрды. Аузы жыбырлап, маған бірдеңе деп жатыр. Құлағым бітіп қалған екен, ымдаған кезде түсіндім. Түс деп айтыпты. Секіріп түстім. Алмабек ақ көбік болған Қаратайды аяғына қан ұйымасын деп жел қақтырып жетелеп кетті. Делеңдеп екі ағам жетті. Құдды өздерінің тайлары топ жарғандай қуанышты, құшақтап бетімнен сүйіп жатыр. Бір-бір тайға мінген кластастарым келіп құттықтады. Олар да өздерінше менімен бірге оқитынын мақтан тұтатын секілді. Сабаққа бір күн келсе, екі күн келмейтін Сайлыбаев Бақытжан кластаспыз ғой деп әлдекімдерге мен туралы сампылдап айтып жатқанын құлағым шалып тұр. Төбе басындағы жұртқа жақындап едім, елдің бәрі бір олимпиада чемпионын көргендей қызғана қарады. Өзімді сол кезде ауылға атағы шыққан атышулы шабандоздай сезіндім. Алмабек Қаратайдың қолтығы сөгілсін деп 4 апта тоқтатпай бәйгеге қосты. Соның екеуінде көкдауылмен қатар түсті, бірінде көкдауыл, бірінде сүлік қара. Ол кезде өзімізше сөйтіп ат қойып алғанбыз. Озды. Кейін-ақ Шәріпбай көкдауылға көктемге дейін демалдырам деп жарысқа қатыстырмады. Оны өзімізше бізден сескендіге жорып, бұтымызға тоғылып жүрдік біразға дейін. Көкдауыл болмағасын бас бәйгені шаппай алуға болады. Тайдаласар мықтының жоқтығына жаман екен. Әрі-беріден соң жалға бастадық. Алмабек екеуміз құр далбалақтай бермей, сүлік қараны наурыз тойына дайындайық деп келістік. Қалайда Шәріпбайдан бабымыз бен бағымызды асыруымыз керек. Алмабек ара-тұра келіп заманындағы ат жүгірткен атамнан ақыл кеңес алып тұрды. Алғашқы күні сүлік қараны айналып толғанып қараған атам: сүйегі терең жаратылған екен жануардың, мін таппадым. Бабын көрейін, бәйгеге қалай дайындайсың? Тура солай мейіздей қатырып әкелші, деп қайырып жіберді. Бір апта өткесін, ал мінекей, деп Алмабек келіп тұр. Шал недіреген дегендей маған қарап көзін қысып қояды. Атам әуелі жабуын сыпырып, алды-артын қарады. Әр жерін бір ұстап, әлдене деп күбірлеп жүр. Енді ары-бері жетелеңдер, деді. Бақшаны 3 айналдырғаннан сүлік қарап боқ тастады.
Атам бәрін бағып отырған екен, тезегін түгел алдыртты. Санады, 8 құмалақ. Алақанына салып мыжып көрді. Жоңышқа берген-ау, шамашы жап-жасыл сөйлі қарға тамды. Сосын атам біреуді жақтырмағандығы әдетінше көзін сығырайта Алмабекке қарады. Бәйгеде атыз қорығы бөлеп жататын ноқайлар болады, білесің бе? Анау әңгіменің мәнісін түсінбей қалды. Түсінбесе де, білем ғой деп ыржалақтай беріп еді. Ендеше соның нақ өзі екенсің, деді. Атамның бір көтерілсе басылмайтын әдеті. Ал кеп ұрссын. Дарақы боқмұрынсыңдар, деді. Шәріпбайдың тырнағына татымай жүріп тайталаспақшысыңдар. Осы күйінде бәйгеге қоссаң, көк дауыл тұрмақ, көтерем тайлардың тезегін теріп жолда қаласыңдар, дейді. Айналайын-ау, мына түріңмен қызылмай қылып өлтіресің ғой. Кемінде 3 суытылуы кемшін. Қарнын қарашы, дұрыс тартылмаған, деп Қаратайдың қарнын алақанымен жұмарлап жіберді. Әрі аштан өлетіндей тойдырып қойыпсың. Бәйгеге шабарат 2-3 құмалақтан артық тастамау керек. Әрі қиы қағаз секілді құрғақ болу керек. Ал сеніңкі шылқылдап тұр, деп күйіп пісті. Ақыры сабасына түсіп, 2 ағам бар 4-еуімізді тұрғызып қойып, Алмабек жіберген қателіктерді түсіндірді. Суытудан бастап, күнделікті берер жем шөбінің мөлшеріне дейін белгілеп, сол бойынша баптауды тапсырды. Сөлік қараны демалдырған күндері менің тайыма шапшы деп қолқа салатындар көбейді маған. Кез келгеніне бұтарта бермеймін, сүйегі жақсы бәйгеден келеді-ау дегендерін таңдап жүріп мінем. Бәйгеге ілінсе, азынаулақ ақша табасың, ол да оңай олжа емес. Құнан жарыс, ат жарыстарға да шығып ұзақ қашықтыққа шауып көрдім. Бұрын 2 ағамнан киноға тиын тебен сұрайтынмын, қазір олар менің арқамда клубтан шықпайтын болды. Тек атқа шапқалы сабағым нашарлап кетті. Сынып жетекшісі Салтанат апай қанша жерден ескертіп, ұрысып жекегенмен, есілдертім бәйгеге аудыда тұрды. Наурыз тойын тағатсыздана тостым. Анығында осы күнді менен өзге 2 адам өзгеше күтіп еді. Шәріпбай мен Алмабек. Сонымен қатар атқұмар жұртта бірер қызықтың боларын біліп жүрді. Көкдауыл мен сүлік қараның бабы Шәріпбай мен Алмабектің бағы сыналар сәттің тезірек болғанын қалады. Күнде кешкілік Алмабектің үйіне бір соғып, сүлік қараны бір сипамасам, көңілім көншімейтінді шығарды. Кейде өзім жем суын беріп, тіпті астын тазалап та кетем. Сүлік қара күн санап сұлуланып барады. Соңғы көрінгенде атамда бабы келіп қалыпты деген. Көлденең қырсық шалмаса, осы жолы озатыныма сеніп ақ жүрдім. Бірақ амал нешік, 2 жерік сол беті жарыс жолында кездесе алмай кетті. Ақпанның соңғы күндері болатын. Кетер кезде бір мінез көрсетейін дегендей, қытымыр қыс шаруаны қыспақ қалып тұр. Ақтүтек боран 2-3 күн көз аштырмады. Әдеттегідей сабақтан соң құдықтың басына барғам. Ағылық бақыт бастатқан ауылдың қышқыл құмар жігіттері тұр екен. Метен аузы көпіріп әлденен айтып жатыр. Барып жағалай амандастым, саусақтарын ұстата салғандардың менімен ісі жоқ, әңгімеге кіріп кетіпті. Сонда не, атып тастап па? Өзбек берік Метеннен әлденені сұрады. Баласы қанша шырылдаса да ана қырсық әкесі қоя ма? Атып тастапты. Өлігін өртеп жіберіпті, деді. Кім-кімді айтып, нені атты, атқаны адам ба, аң ба, аң болса неге өртейді? Қызықсамда қызуланып топтаны анықтап сұрамадым. Сұрағанмен жөні түзу жауап алсаң жақсы, ұрынарға қара таппай тұрғандар баласынып қылжақтап келеке қылуға кәдік. Суымды алып үйге келсем, сабақтан бүгін кешігіп келген үлкен ағам түскі асын енді ішіп жатыр екен. Алмабекке барған жоқсың ба? Деді. Жоқ, жайшама, өзіне сауал тастадым. Сүлік қараны атып тастапты ғой. Қыстың аязында далаға жалаң аяқ жүгіріп шыққандай қалшылдап кеткенімді білем. Кім? Неге? Ышқынғаным соншалық көзімнен жас ытып шығып, қабырғаға шашырапты. Менің түрімнен шошып кетті ме, ағам турасап әжеме жүгіріпті. Төсегінде ұршы қиырып отырған әжем сүрініп қабығынып жетіп, су бүркіп таңдайымнан көтеріп әлек. Өкіріп жылап төсегіме құладым. Булығып біраз жатып ұйқыға кетіппін. Ертеңіне елден естідім. Оқиға былай болған. Ауылға құтырған түлкі кірген, көшенің басындағы иттер оны жабылып талап өлтіреді. Артынша өздері құтырып адам мен малға шабады. Контордан келе жатқан қойшасқарды балтырдан алған екен. Абырой болғанда хром етігінен тісі өтпей қалыпты.
ем берген молданың үйіне қашып кіріп әрең жан сауғалайды. Кемел бақытты да тістеген екен. Аудандық ауруханадан бір-ақ шыққан. Одан бөлек 3 сиыр, 4 жылқы, бірнеше қойды қызыл ала қан қылып талайды. Соның бірі сүлік қара. Алмабек суытып келіп, таң асырып қаңтарып қойған жерінен келіп тиген. Ертеңіне көзі қызарып, аузынан көбік ағып, қасына барған адамды теуіп, тістеп жолатпапты жануар. Бүкіл көшенің адамы жиналып алдымен әлгі иттерді қуалап жүріп атады. Артынша басқаға жұқпай тұрғанда, ауырған малдарды құрту керек деп шешім қабылдайды. Алмабек тайын мініп қашпақ болады, бірақ әкесі үйіне қамап тастапты. Құтырған малдармен қоса сүлік қара да атылып кете барған. Алмабек бір айдай сабаққа бармай жүрді. Басы ауырып, мұрнынан қайта-қайта қан кетіп, қатты сырқаттанды. Домаланған сары бала еді, шүйкедей болып салынып түсті. Менің де жағдайым мәз болған жоқ. Сүлік қара жиі-жиі түсіме кіреді. Кейде кісінеп келіп тұрғанда елегізеймін. Сабақ үстінде дәптерімнің іші сыртына сүлік қараның суретін салам. Өзгелердің тайына шауып жүрсем де сүлік қараны сағынам. Кез келген жүйрік деген тайға сүлік қарамен салыстыра отыра бағам берем. Тәкен Әлімқұлов жазған тұлпардың тағдырын оқимын да өзгеге білдіртпей жылап аламын. Жерден қар кетіп көктем келді. Наурыз тойында көкдауыл ешкімді жеткізбеді. Қап, сүлік қара болғанда бір қызық бәсекені көрер едік деп жұрт опынды. Алмабек сол күннен бастап арақ ішті. Ел арқа-жарқа боп өткізген мерекені мен де көңілсіз қарсы алдым. Көктемнің шуақты күндері сүреңсіз көрінді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Тұрақты түрде шабатын жөні түзу жүйрік таппай, бірде озып, бірде қалып тағы бір қысты өткердік. Бірте-бірте бәйгеден суынып, сабаққа қайтадан ден қоя бастағам. 9-шы сыныпқа көшкен жылы қыркүйектің ортасында ауылдағы белді рудың бірі итемген жидебайлар бабаларына ат шаптырып ас берді. Алыс жақынға тегін сауын айтылған екен, асқа келген жұртқа есеп жоқ. 100 қонақ алыпты деседі. Арысы ұзын ағаш, дегерес, беймойнақ, берісі мәті бұлақ, отар, сұлутөр, қордайдың жүйріктері жиналды. Бір күн бұрынғы бата оқыр бәйгенің өзі қызу тартыспен өтті. Аттардың бата оқыр бәйгесі 6 рет шапса, құнан 3, тайлар 4-ке бөлініп жіберілді. Осындағы бәйге алған жүйріктердің көрсеткішіне қарап, ертеңгі аламанды анау алады, мынау алады деп тон пішкен көпшілік түнімен көз ілмеді. Атбегілер жүйріктерін таң асырып, қастық қылып кетпесін деп қасына ұйықтаса, қызық қуған жұрт гүгу әңгіменің қызығына түсіп, қызыл кеңгірдек болысты. Әй, анау қордайдың қарасына жетері болмас. Қартабаев Мұрат түйіні жетектеп кетер осы жолы да, деп біреу білгішінсе, бірі дегерестікі нәрген шал талисманның інісін алып келіпті. Бүгінгі бата оқырға қоспай сырт көзден тасада ұстап отыр екен, деп судыратады. Біздіңкі Мұратбек Бекжандардыңкі алдыңғы үштікке елегермекен, деп алаңдаушылар да бар. Құнан бәйге берік таста дей бер. Бекберген шалдың ақ кептерін әлгінде мәшинеде түсіп жатқанын көрдім, деп көсемсейді кейбірі. Әй қайдам, Шәріпбайдың көкдауылы алдыра қоймас, деп патриоттық танытып, қарсы шығатын адам да табылады. Ол кезде көкдауыл құнан шыққан. Әй, тайдан кім бар? Тайдан кім бар? Дейді білгіштердің сөзін тыңдап тұрған біреуі шыдамай. Әркім ананың тайлары жүйрік болатын, былтырғы бәйгенің бәрін сыпырған еді десе, енді бірі бүгінгі бата оқырда бас жүлде алғандардың аяқ алысын салыстырып жорамалдап жасайды. Дегенмен нақты мынау алады деп ешбірін атай алмайды. Ірі бәйгелерде ғана төбе көрсететін жылқышы Мұратбек аламанға қосар ат құнанынан бөлек 3 тай алып келіпті деп естігем. Майтөбе жаққа барсам, баласы шабандоз іздеп сабылып жүр екен, мені көре сала қуанып кетті. Отыр кеттік, көкем шақырады деп мінгестіре жөнелді. Мұратбек өзі жүк көлігінің бір қапталына қатар байланған 3 тайдың құйрық жалын сүзіп жатыр екен. Әй жиен, таңдағаныңа мінде шап, деді темекісін құшырлана сорып тұрып. Секіріп түсіп тайларға жақындадым. Ешкі бас жирен қасқаның 4 аяғы ала екен, боты ұзын, сидаңдау, әлсіздеу көрінді. Оның қасында тұрған жиреннің көзі шатынап, ойнақшып тұр. Тұла бойында мін жоқ, ұшқырлығы байқалады. Басы қатты, кеше Батоқұрда жеке келе жатып алып қашып кетті, деді менің ойымды оқығандай Мұратбек. Қой, арандап қалармын, қарулы біреуге тапсырыңыз, деп үшіншісіне қарай өте бергенім сол еді.
тұрған орнымда қалшидым да қалдым. Сол, нақ өзі, сүлік қара, тек түсі бөлек демесең, дене тұрпаты аумайды жануардың. Жол ашып төрт тағандап тұрған нәрестедей, алды аласа, арты биік, қырып алар еті жоқ, бөкен тұмсық, шегесіндегі жалғыз ноқатта айна қатесіз түскен. Сүлік қараның артқы екі аяғының шашасына дейін ақ болатын. Құданың құдіреті, мынаныңкі де тура сондай. Көзіме оттай басылды. Тек қара емес, торы екен. Ойланбастан осыған шабам дедім. Құрдасым Дархан менен бұрын меншіктеп қойған екен, ол бергісі келмей қиғалақтап барып әрең көнді. 60-тай шықты бәйгеге. Ірі жарыс болған соң барлығының тісі тексерілді. Беріктас ауылынан келген бір жиренді тіс қараған Шәріпбай мен Мұратбек Құнан жарыстан қуды. Оның иесі ерте туған деп өзеуреп шатақ шығаруға талпынған, бірақ Мұратбек буырлатпен бір-екі қағып топқа тығып жіберді. Сонан қайтып суырылып шыққан жоқ. 60-тайды әлекейдей жалаңдаған ондай аш айдады. Барлығының қолында бір-бір құрық. Аздап ұрттап алғандары да бар арасында. Қашқандарыңды, шеңберді кескендеріңді бәйгеден қуамыз деп доқ көрсетіп келеді. Жарыс жолына апарып қатарға тұрғызды. Қашуға ыңғайланып, бір-екеуі ерте қозғалып еді, байқұстардың қамшымен сабаған күйі ең соңына тұрғызып қойды. Сап түзелді деген кезде бастаяшы көкпаршы Айдар, ал жігіттер жолдарың болсын деп қолын сермеп қалды. Шаң бұрқ етті. Алдыға қарай екі-үш ытырылып шапқанымды білем, әлдеқандай бөгетке тап болдым. Ат құйрығынан қарай сырғанап бара жатқан секілдімін. Жандармен жалға жармасып алға ұмтылдым. Сөйтсем даяшының біреуі шетке шығып үлгермей қалыпты. Қас қалғанда мен сонымен жанаса өте бергенімде тізем әлгінің алшайып отырған аяғына тіреліп қалған. Ол да «Өй, ары тарт» деп бұрыла берді. Аяғым сытылып шықты әйтеуір. Елдің соңында қалдым. Алдым қою шаңнан түк көрінбейді. Аздап қобалжысам да көңіл орнында, бастысы құлағам жоқ. Төртөбел зулап келеді. Шетінен басып озып жатырмын. Көпшіліктің қасына жеткенше алдыңғы топқа шығып кеттім. Қуанғаным соншалық, қиқу салып қамшы үйіріп топты бастап өттім. Масаттанып жан-жағыма қарасам, Мұратбек бурыл атты сөренің жанында ойнақтатып тұр екен. Қияқ мұртын бір ширатқан болды. Сол шыққаннан 3 айналымды да алдыға жан салмадым. Бірінші топта менімен теке тіресіп, тағы 4-тай келе жатыр. Барлығы бөтен ауылдан. Төскеймен Күнгейдікі секілді. Шабандоздар бір-бірін танитын болып шықты. Ара-тұра тіл қатысып қояды. Бұларды қалай да оздырмау керек деп шештім. Себебі алдыға бір түссе, қақпайлап шауып, қыспаққа алып жол бермей қоюы әбден мүмкін. Әрі аяқтан лақтырып, қараулық жасап кетуі де кәдік. Сол себепті аналар сәл жақындаса Тортөбелдің тізгінін сәл қаға түсем де ұзатып алам. Ақырғы айналымға кеткенде артыма қарасам, Мұратбектің сидан қасқасын мінген Дархан жетіпті. Түрінен түр жоқ. Тайыда өзі де шаң топыраққа әбден тойған. Сидан қасқа балшық кешкендей алқымынан төмен қарай сапсары батпақ, аяғының аласы да көрінбейді. Жануардың тынысы тарылып, сыр-сыр етіп демалғаны алыстан естіліп тұр. Дархан басындағы орамалын шешіп алып, тайдың көзін сүртіп әлек. Менімен қатарласқысы келіп, шаужайлайды, бірақ әбден қалжыраңған, сидаңдасқа жұлқынып шыға алмады. Аналарда қақпайлап жолатар емес, Дарханды сүйемелдемек ниетпен тізгінді өрге айналғанша тартып ұстадым. Сүлік қараның басын қоя беретін өзімнің межем тап осы жер. Енді кідіруге болмайды. Дарханда «Қарайлама, жібер аттың басын» деп айғайлап келеді. Тізгінді бір қағып, тақымды сәл қысыңқырап едім, Тортөбел созылып шықты. Менің артымнан құлагер бір тай елесті, оның артынан сидан қасқа түскен секілді. Шабандоздар қос бүйірден қамшылап, бар даусымен бақырып, ұрандап келеді. Олардың даусы мен дүбірін естіген сайын Тортөбел шабысына шабыс қосты. Сөреге жеткенде ғана жұртшылықтың айқайына қиқу қосып, бірер мәрте қамшы үйірдім. Арқан бойы озып, жеке дара өттім. Екінші келген құлагер дергестікі екен, сидан қасқа үшінші болды. Мұратбек буырлатпен келіп, тайдың үстінен лақ құрлы көрмей жұлып алды. Бетімнен сүйіп, жерге дік еткізіп қоя салды. Таныс тамырлар құтықтап жатыр. Топырақ жеп шыққандай, тісінің арасындағы шықырлаған тастарды түкіріп жүрген Дархан қалың шаңға ұрынбағанда мен алар едім біріншіні деп қалжыңдап қояды. Бетімді жуайын деп қаумалаған көптен сытылып сыртқа шыға бергем, Алмабекті көзім шалып қалды. Мені көре салып бұрылып кетті, көңілсіз секілді.
артынан қуып жеттім. Ту сыртынан тақалғанымды сезіп тұр екен, бұрыла сап құшақтай алды. Аздап ішкен секілді өксіп жіберді. Менің де көмейіме бір түйіншек келіп тығылды. Жылап жатыр, айтып жатыр. Жаңағы төрт төбелдің тұр-тұрпаты мен шабысы сүлік қарадан аумайды. Байқадың ба? дейді. Байқадым, дедім мен де солығымды баса алмай. Туған інісі, екеуі бір әке, бір шешеден тараған, деп қайтадан өксіп жіберді. Көз алдым тұманданып, мен де құшағымды қыса түстім. Сүлік қараның кісінеген даусы құлағыма келгендей болды. Соңы